Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен асқабақтан өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын ханым рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен ханымның қамырын дайындаймыз. Үлкендеу ыдысымызға су, жұмыртқа, тұз салып араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, ұн салып жұмсақ етіп илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды пакетке орап, жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз июі қанғанша салмасын дайындайтын боламыз. Ең алдымен асқабақты қабығын аршып алып, үккіштен өткіземіз. Салмасына асқабақтан бөлек сәбіз, картоп және де пияз қосатын боламыз. Барлығын үккіштен өткіземіз. Үлкендеу ыдысымызда картоп, сәбіз, асқабақ үккіштен өткіздім, ал пиязды майдалап турадым. Дәміне қарай тұз, дәмдеуіш, қарабұрыш және де тартылған ет саламыз. Егерде ет жоқ болатын болса, пиязды кішкене көбірек қоссаңыздар, дәмді болады. Барлығын араластырамыз, салмасы дайын. Дайын болған қамырымызды бірнеше бөлікке бөлеміз. Жаю өте тез болады. Қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Қанымызды орайтын болғандықтан өсімдік маймен майлап, оның үстіне салма салатын боламыз. Видеода көрсетілгенде біркелкі етіп барлық жеріне жағып шығамыз. Дайын болған ханымды манты пісіретін ыдысқа салып, 30-35 минутта баяу отта пісіретін боламыз.
Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше. Chilling in the rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my